you like that? Кийими бөлмесин жасаймыз. Толугу бет албетиңизди, макияжыңызды жасап болгондон кийин сохранить немесе купить деп турады, немесе приобрести деп турат. Сону басамыз. Содан кийин сизди осындай интерфейске жиберет. Бул сиздин персонажыңыздын үйү, дом деп аталат. Мына жерде персонаж дегенге кирүү аркылуу кайтадан бет албетиңизди ауыстырып алууга болот. Макияжыңызды, шашыңыздын түрүн баардыгын өзгөртүп алууга болот. Осы жерде мына кнопкаларга токтолуп кетейин. Май дегенге кирген кезде сиздин колдонгон, сатып алган дүниелериңиздин баардыгы осы жерде сакталып турат. Келесі жүрөк. Бул жүрөктүн ичинде өзүңүзгө унап калган нерсени сактап коюуга болот. Мисалы, мына ободокту акчаңыз жетпей калды делик да. Артынан сатып аламын деп ойлап, үстүн басып турсаңыз, жүрөк чыгады. Жүрөктүн ичинде сакталады бул ободок. Эгер жүрөккө кирип карасаңыз, осы ободок турады. Ал эгер унамай калса, кайтып басып турсаңыз, кетип калат, жок болуп кетет. Мына жерде алдыга, артка деген стрелкалар бар. Мисалы, бір кийимди кийип көрүп карасаңыз, или бет албетин өзгөртүп, унамай калса, назад деген кнопканы басаңыз, алды, артка деген. Немесе мына думалакты бассаңыз, толугу менен жоюп жиберет сиздин образыңызды. Мына жакта келесе турган кийимдердин түрү бар. Баардыгы отдельно тур, баардыгын үстүңүзгө кийип карауга болот. Унамай калса, назад дегенде баса коесуз. Көзүлдүктөр бар, тагып көрүүңүзгө болот. Баардыгын болгондон кийин сохранить дегенди басууду унутпаңыз. Немесе купить, немесе кээ бирлеринде приобрести деп турат. Келесі кнопка бұл кейбіреулерінде болмауы мүмкін. Бұл Корей халқының ойлап тапқан ойыны болғандықтан корейліктер өздері Instagram немесе TikTok сияқты қолданады өздері. Барлығы бір-бірімен сөйлеседі, танысады. Әлеуметтік желі десе де болады ол кісілерге. Ал мына жерде олар өздерінің ойлап шығарған образдарын шығарып қойып қояды. Мынау жаңа образдар. Бұларды олар сатылады. Бұл жерде олар сатылады. Келесі ол мынандай. Бұл өзіңіздің мульт персонажыңыздың бөлмесін жасауға арналған. Мына плюстарға басу арқылы жасап алуыңызға болады. Мысалы, пол барлығын ашып, ұнағанын таңдап алыңыз. Мына жерге диван қойып қоюға болады. Мысалы, қарап көріңіздер. Стенаның түрін, түсін өзгертуге болады. Неше түрлісі бар. Содан кейін таңдап болғаннан кейін сохранитті басасыз. Бассаңыз, сіздің персонажың осы бөлмеде тұратын болады. Және де айта кетейін, мына жерде что нового дегенді бассаңыз, мой первый деп бассаңыз, сіздің таңдағаныңыз бірінші шығып тұрады. Цена по возрастанию, цена по убыванию, түсінетін шығарсыздар да. Солай өзіңіздің қалауыңызша қойып алуға болады. Толығымен жасап болғаннан кейін сохранить деген кнопканы басасыз. Сол кезде сіздің персонажыңыздың бөлмесі дайын болады. Жасап көріңіздер. Және де мына персонаждың үстінен басып кірсеңіз, мынандай интерфейске кіретін боласыз. Ол үстінен басып, бұл персонажға түрлі қимылдар жасауға болады. Ол саусақтың көмегімен. Тапсырма: мульт персонажыңызды киіндіріп, бөлмесін жасаңыз. Есеп беру чатына персонажыңыздың суретін жіберіңіз.